Жаңа тақырып функция. Сабақтың мақсаты функция ұғымымен танысып, оның анықталу облысын табуды үйрену. Анықтама. Функция деп x айнымалысының әрбір мәніне y айнымалысының бір мәні ғана сәйкес келетін y айнымалысының x айнымалысына тәуелділігін айтады. Функцияны y әріппен белгілейміз, немесе кіші f әріппен белгілеуге болады. Жақшаның ішіне тәуелсіз айнымалыны көрсетіп қоямыз. Кей жағдайда f-ті басқа әрпімен де өрнектеуге болады. Мысалы, g. Функцияның анықталу облысы. Өрнектің анықталу облысы x айнымалысының барлық мүмкін болатын мәндер жиыны болып табылады. Анықталу облысы d әрпі және жақшаның ішінде функцияны көрсетіп кетеміз. d f функциясы. df. Анықталу облысын табу үшін үш жағдай қарастырайық. Бірінші. y тең u. Мұндағы u кез келген көп мүше. Мұндай жағдайда оның анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Екінші жағдай. Бөлшекті өрнек. Бұндай жағдайда бөлшектің бөлімі нөлге тең емес деп алып, содан кейін анықталу облысын қарастырамыз. Үшінші. Квадрат түбір. Квадрат түбірдің астында өрнек міндетті түрде үлкен немесе тең 0 болу керек. Әрбір жағдайды жеке қарастырамыз. Мысал. y тең 5x азайту 1. Тағы бір функция. y тең x квадрат азайту 5x қосу 2. Бұл екі функцияда көп мүше түрінде берілген. Сондықтан да оның анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны, немесе минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Екінші мысал. y тең x бөлінген 2x қосу 6. Бөлшекті өрнек берілген. Оның алымында x жазылған. Алымы ол барлық нақты сандар жиынына тиісті. Ал бөлшектің бөлімі 0-ге ешқашан тең бола алмайды. Сондықтан да оны 2x қосу 6 тең емес 0 түрінде қарастырайық. x-ті өрнектейміз. Сонымен x тең емес минус 3 екені анықталды. Яғни бұл функцияның анықталу облысы минус 3-тен басқа барлық нақты сандар жиыны. Немесе минус шексіздіктен минус 3-ке дейін, минус 3-тен плюс шексіздікте. Үшінші мысал. y тең түбірдің астында x қосу 15, қосу x-тан 1. Екі өрнектің алгебралық қосындысы берілген, әрқайсысын жеке қарастырайық. Алдымен x қосу 15. Ол түбірдің астында болғандықтан, оны үлкен немесе тең 0 түрінде қарастырайық. x-ті өрнектейміз. x үлкен немесе тең минус 15 екені анықталды. Екінші. Бөлшекті өрнек. Бөлшектің бөлімінде x тең емес 0. Сонымен квадрат түбірдің, яғни x
үлкен немесе тең минус 15-тен бізде анықталу облысы шығады минус 15-тен плюс шексіздікке дейін. Минус 15-ті қоса алғанда. Бірақ бұл аралықты 0 бірнеше аралыққа бөледі. Яғни минус 15-тен 0-ге дейін, минус 15-ті қоса алғанда, және бірігеді 0-ден плюс шексіздікке дейін. Осы мысалдарды негізге ала отырып, есептерге көшейік.